Келесі 48-де 5-ші есеп. Қайтадан бұл есепте функцияның экстремум нүктелерін табу керек. Туындылаймыз функциямызды. 3х квадрат болады. 3х квадрат бізде 0-ден үлкен, 0-ді белгілейміз. Енді қараймыз. 0-ден кіші санды қоямыз. Мысалы, -1, минус 1-дің квадраты бізде 10 сан болады. Яғни 3 0-ден үлкен, яғни мына жағы бізде плюс. Минус 0-ден сол жағындағы санды қоямыз. Мысалы, 2. 2-нің квадраты бізде 4. 4 3-тен көбейтсек 12. Бұл жақта да плюс танбалы. Яғни плюс болып тұрған кезде екі жақта да бізде функция өспелі болып тұр. Бізде сонда бұл жақта экстремум нүктесі болмайды деп жазып қоямыз. Келесі 4-ші есеп. f от x-тен минус x куб қосылған 12x. Бұны қайтадан туындылаймыз. Минус 3x квадрат қосылған 12 болады. 0-ге теңестіреміз. Сонда минус 3x квадрат үлкен минус 12-ден минус 12, мына жаққа минус 12 болып барады. Сонда x квадратымыз кіші 4-ден болып қалады. X-іміз кіші плюс минус 2-ден. Сонда бізде бұл жақта 2 жауап болады. Минус 2 және плюс 2. Енді минус 2-нің сол жағындағы кез келген санды, мысалы минус 3-ті мынау теңсіздікке апарып қоямыз. Минус 3-тің квадраты бізде 9 көбейтілген минус 3, минус 27, минус 27 плюс 12 бізде теріс танбалы сан болады. Яғни мына жағы минус, мына жағы плюс, мына жағы минус болады. Өздеріңіз тағы тексеріп көріңіздер дополнительно. Сонда бізде мына жақтан кеміп тұр, мына жақта өсіп тұр, мына жақта қайттан кеміп тұр. Сонда қарап тұрсақ, бізде мына жағы бізде функцияның минимум нүктесі, мынау бізде функцияның максимум нүктесі. Сонда былай жауап береміз. X минимум бізде минус 2, X максимум бізде плюс 2 деп. Келесі есеп 48-де 6 функцияның экстремумдарын анықтаңдар дейді. Оқушылар экстремумдары мен экстремум нүктелерін біз шатастырып алмауымыз керек. Экстремум дегеніміз бізде y-дің мәні болып табылады. Яғни біз әдеттегідей функциямызды туындылаймыз. Туындылағаннан кейін x мәнін анықтаймыз. Сосын оны максимум немесе минимум екенін анықтаймыз. Содан кейін сол нүктені, жаңағы тапқан x нүктемізді бастапқы функциядағы x-ның орнына қойып шығамыз. Сол кездегі функцияны анықталатын мәні бұл бізде функцияның экстремумы болып табылады. Біз жаңағы функцияның максимум немесе минимум нүктесін интервалдар әдісі арқылы анықтаған едік алдыңғы тақырыптарда. Енді осы тақырыпта біз функцияны екінші рет туындылаймыз. Сосын қараймыз, егер екінші реттік туындымыз бізде 0-ден кіші болса, онда ол x0 нүктеміз бізде максимум нүктесі болады. Егер екінші ретті туындымыз бізде 0-ден үлкен болатын болса, онда x0 бізде минимум нүктесі болады. Енді есепке кезек беріп қарастырайық. 48-де 6 бірінші есеп. 2x квадрат минус 5x қосылған 2. Функциямызды бірінші туындылап аламыз. 4x минус 5. Осыны 0-ге теңестіріп, x-міздің жаңағы мәнін анықтаймыз. 5 бөлінген 4 немесе 4-тен 5. Бұл x бізде 0 болады. Енді осының максимум немесе минимум нүктесі екенін анықтау үшін функциямызды не істейміз? Туындылаймыз. Екінші реттік туындылаймыз. Сонда 4x минус 5-тен туындыла алғанда 4 шығып тұр. 4 сонда бізде қараңыздар 0-ден үлкен болып тұр, онда ол бізде мынау анықталған нүктеміз x минимум нүктесі болады. Сонда жазамыз x минимумден 4-тен 5 деп. Енді экстремумын табу үшін осы 4-тен 5-ті біз функциядағы мына функцияның туындыламай тұрғандағы бастапқы функцияның орнындағы x-ның орнына қойып есебімізді шығарамыз. Сонда 2 көбейтілген 4-тен 5-тен квадраты минус 5 көбейтілген 4-тен 5 қосылған 2. Жауабы минус 8-ден 9 шығады. Осы бізде экстремум нүктесі. Енді алдыңғы тақырыптағыдай біз осы минус 4-тен плюс 5-тен 4-тен 5-ті қарайық. Интервалдар әдісіне салып, бұл бізде максимум нүктесі ме, әлде минимум нүктесі ме екенін анықтау үшін. Мысалы, функцияның мына жағындағы минус таңбасын қояйық. Мысалы, минус 1 таңбасын функциямыздың мына жағына қояйық. 4 көбейтілген минус 1, ол бізде минус 4, минус 4 көбейтілген минус 5, ол бізде минимум, яғни минус нүктесі. Мына жағында бір 2 деген санды қояйық. 2 көбейтілген 4, ол бізде 8, 8 азайтылған 5, яғни 10.
Сонда бізде не істеп тұр? Функциямыз былай кеміп тұр, былай өсіп тұр. Яғни бұл 4-тен 5 саны шынымен бізде минимум нүктесі екен. Сонда оқушылар, қараңыздар, сіздер минимум және максимум нүктесін табудың екі тәсілін сіздерге көрсеттім. Былай да тапсаңыздар болады, жаңағы екінші ретті туынды арқылы, немесе былай да анықтасаңыздар болады, өз еркілеріңіз. 48-де 6 төртінші есеп. f от x-тен 17 қосылған 18x қосылған 9x функциямызды туындылаймыз. f от x-тен 18 қосылған 18x болады, иә. Сонда оны 0-ге теңестіреміз, x-іміз минус 1 шықты. Енді бұның максимум немесе минимум нүктесі екенін анықтау үшін мына функциямызды екінші реттік туындылаймыз. f от x. Мына функциямызды екінші рет туындылаймыз. Сонда 18-дің туындысы 0, 18 бізден 0-ден үлкен, яғни ол бізде не болады? Мынау x минус 1, ол бізде минимум нүктесі болады. Енді интервалдар әдісіне тағы да салып көрейік, өзіміз тексерейік. Минус 1-ді белгілейміз. Минус 1-дің сол жағында біз минус 2 таң санын мына жаққа беріп көрейік. 18 көбейтілген минус 2 ол бізде минус 36, 18 минус 36 минус 18, яғни мынау минус, мынау бізде плюс болады. Яғни шынымен минус 1 бізде минимум нүктесі екен. Енді минимум нүктесі екен. Енді осы минус 1-ді біз мынау алғашқы функциядағы x-ның орнына қойып шығамыз. Сонда 17 қосылған 18 көбейтілген минус 1, қосылған 9 көбейтілген минус 1-дің квадраты тең болады 8. Сонда бізде экстремумы осы минус 1 нүктесіне 8-ге тең екен. 8-де 8 функцияның сандық нүктелерін табыңдар. 48-де 8 функцияның сандық нүктелерін табыңдар. Олардың қайсылары минимум нүктесі, максимум нүктелері болатын анықтаңдар. Сандық нүктелері, экстремум нүктелері, минимум, максимум нүктелері барлығы бір сөз. Тек қана сіздерге әртүрлі сөздермен берді. Бірінші есеп 5x минус x-тің 5 дәрежесін табу керек сандық нүктелерін. Бірінші алдымен функциямыз туындылаймыз. Сонда 5 азайтылған 5x-тің 4 дәрежесі. 0-ге теңестіреміз. Сонда минус 5x-тің 4 дәрежесі тең минус 5 болады. X-тің 4 дәрежесі минус 5-ті мына жаққа шығарсақ 1 болады. Сонда x1, x2 бізде плюс минус 1 екен. Минус 1-ді саламыз, плюс 1-ді саламыз. Бізге бұл жерде айтып тұрған жоқ, экстремум арқылы табыңдар деп, бізде тек қана максимум минимум нүктесін анықтаңдар дейді. Минус 1-ді қоямыз, плюс 1-ді қоямыз. Минус 1-дің сол жағындағы минус 2-ні беріп көрейік мына жаққа. Минус 2-нің квадраты бізде, минус 2-нің 4 дәрежесі бізде 8 болады, иә. 8, 5 көбейтілген 8 бізде 40, 5-тен 40-ті азайтсақ минус. Яғни оқушылар қараңдар, мына жақта бірінші минус болса, одан кейін плюс, одан кейін минус, яғни кезектесіп тұратын болады. Сонда минус, плюс, минус, немесе тағы да бірі тексеріп көрсеңіздер болады. Сонда мына жақта бізде кеміп тұр, мына жақта бізде өсіп тұр, мына жақта қайттан кеміп тұр. Сонда бізде минус 1 минимум нүктесі болады, плюс 1 максимум нүктесі болады. Есебі 48-де 9, y-тен 9 минус 13x, осы функцияның экстремум нүктелері болмайтын дәлелдеңдер дейді. Дәлелдейік, бірінші функциямызды туындылаймыз. Туындылаған кезде бізде минус 13 шығады. Минус 13 бізде y-тің мәні, x-тің мәні анықтай алмаймыз, сол үшін ол бізде экстремум нүктесі болмайды деген дәлелденіп тұр. Үшіншісі, тағы да туындылаймыз функциямызды. 4 қосылған 8 бөлінген x, оны туындылаған кезде минус 8x квадрат, оны 0-ге теңестірген кезде 0-дің жауабы болмайды, ал x-тің жауабы болмайды, сондықтан ол экстремум нүктесі болмайды. 48-де 10-шы есеп, бұл деген есептер экстремум нүктелерін табыңдар дейді. f от x-тен x квадрат минус 8x қосылған 12 туындылаймыз. 2x минус 8, 0-ге теңестіреміз, x-іміз 4 болады. 4-ті белгілейміз, минус плюс екенін анықтаймыз. 4-ті мына жағындағы 3-ті беретін болсақ, 2 көбейтілген 3, 6, 6-тан 8-ді азайтсақ, минус 2, минусте, яғни бізде кеміп тұрады, мына жақта бізде өсіп тұрады, яғни x минимум бізде 4 деген нүктесі болады. 4-ші есеп, минус 2x квадрат қосылған 7x минус 5, туындылаймыз, минус 4x қосылған 7, 0-ге теңестіреміз, x-імізден 4-тен 7-ге тең. 4-тен 7-ні белгілейміз, 4-тен 7-ні мына
жағындағы кез келген санды қоямыз, функциямыздың мәні 10 болады, яғни бұл бізде өсіп тұрады. Мына жақта сол оң жағындағы кез келген санды береміз, минус болады, мына жақта кеміп тұрады. Сонда бізде 4-тен 7 бұл бізде максимум нүктесі болады. 8-де 11-ші есеп. Бірінші есеп f от x-тен 3-тен 1 x куб минус 0,25 экстрем нүктелерін анықтау керек. Бірінші функциямыз туындылаймыз. 3-тен 1 көбейтілген 3 алдына коэффициент болып түседі x квадрат. Мынау минус 0,25-тің туындысы болмайды. Сонда x квадраттың жалғыз өзі шығады. X квадрат 0-ге теңестіреміз, 0-ды белгілейміз. Содан кейін анықтайтын болсақ, x квадрат болғандықтан бізде функцияның оң жағы да өспелі болады, сол жағы да өспелі болады. Сондықтан бізде экстрем нүктесі болмайды бұндай жағдайда. 4-ші есеп 48-де 11. f от x-тен x куб минус 3x квадрат қосылған 11. Туындылаймыз. 3x квадрат минус 6x, 3x квадрат минус 6x-ті 0-ге теңестіреміз. 3x-імізді теңдеудің жақшаның сыртынан шығаратын болсақ, бір түбіріміз 0 болады, екінші түбіріміз 2 болады. Енді осы тапқан нүктелерімізді координаталық сәуледе белгілейміз, 0 және 2 деп. Таңбаларын анықтаймыз. Бізде мына жақта плюс, мына жақта минус, мына жақта плюс болады екен. Тексеріп қараймыз. Сонда плюс болған жерде бізде максимум нүктесі 0 болады, минимум нүктесі 2-ге тең болады. Бірінші есеп 0,25x квадрат минус 9x туындылаймыз. 2 көбейтілген 0,25 минус 9. Оны 0-ге теңестіреміз. 0,5 x минус 9 шығады. 0-ге теңестірсек, x-іміз 18 шығады. 18-ді белгілейміз. 18-дің сол жағындағы кез келген сан, мысалы 0-ді беретін болсақ, 0 көбейтілген 0,5 0, 0 минус 9 шығады. Минус 9-да бізде кемімелі, мына жақта өспелі болады. Сонда бұл бізде 18 минимум нүктесі болады. 48-де 12-ші есеп. 4-ші есеп минус x куб қосылған 9x қосылған 2 функциямызды туындылаймыз. Туындылағанда минус 3x квадрат қосылған 9 болады. 0-ге теңестіреміз. 0-ге теңестіргенде x квадратымыз 3-ге тең болады. Сонда x-іміз плюс минус түбірасты 3-ге тең. Минус түбірасты 3 плюс түбірасты 3 деп белгілейміз. Сандарын қоямыз. Кез келген өзімізге ұнаған. Мына жақта минус болады, мына жақта плюс, мына жақта минус. Яғни бұлай бізде келе жатады кемімелі болып, бұлай бізде өспелі болып келеді. Сонда минимум нүктесі бізде минус 3 болады, максимум нүктесі бізде плюс 3-ге тең болады. Келесі 48-де 13-ші есеп. Б деңгейінің соңғы есебі ма? Жоқ. 48-де 13-ші есеп экстрем нүктелерін анықтанда 45x минус 3-тен 1x куб туындылаймыз. 45 минус x квадрат болады. 0-ге теңестіреміз. Сонда x-імізден плюс минус түбірасты 45. 45-ті біз 9 көбейтілген 5 деп жазсақ, 9 түбірастынан 3 болып шығады, 5 түбірастына қалып қояды. Сонда минус 3 түбірасты 5 және 3 түбірасты 5-ті белгілейміз. Қарап тұрсақ, бізде мына жақта минус, мына жақта плюс, мына жақта минус болғандықтан x минимум минус 3 түбірасты 5 болады, x максимум 3 түбірасты 5-ге тең болады. Келесі 4-ші есеп x куб минус 15x-тің 4 дәрежесі. Функциямыз туындылаймыз. 3x квадрат минус 60x-тің кубы. 3x квадрат минус 60x-тің кубы 0-ге теңестіреміз. 3x квадраты жақшаның сыртынан шығарамыз. Сонда 1 минус 20x болады. Тең 0-ге. X-іміздің бір мәні 0-ге, және x-іміздің екінші мәні 20-дан 1-ге тең. Енді қарайтын болсақ, 0-ның оң жағынан және сол жағынан кез келген санды беретін болсақ, мына жақта бізде екеуінде де өспелі болып тұр. Яғни бұл жақта 0 нүктесінде бізде экстрем нүктесі болмайды. Ал 20-дан 1-дің сол жағындағы кез келген санды беретін болсақ, теріс таңбалы, яғни бұлай өсіп тұр, бұлай кеміп тұр. Сонда 20-дан 1 бізде максимум нүктесі болады екен. Оқушылар, осымен бүгінгі есебіміз бітті. Келесі есептерді мен келесі сабақта шығаратын боламын. Ол кезде бізде 48-де 14 және С деңгейінің есептері шығатын болады. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, міндетті түрде комментарий қалдырып және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Іске сәт сау болыңыздар.